Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге бүгін Ардақ. Біз бүгін плетенка нанын пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең әуелі жылы сүтімізді ыдысымызға құямыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды, қантымызды, ашытқымызды, жұмыртқамызды және тұзымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға жабысқан уақытта қолымызды сұйық маймен майлап, әрі қарай қамырымызды илейміз. Сонда бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Енді осы қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай әп-әдемі болып көтерілді. Қамырымызды ыдысымыздан алып, 6 бөлікке бөлеміз. Содан кейін домалақтап қоямыз. Бөлінген қамырымызды ширатып аламыз. Үшеуін де бірдей қылып ширатқандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің өрілген нанымыз әдемі болып көрінеді. Енді қамырымызды өреміз. Және соңғы жағын астына қаратып жүреміз. Міне, дайын болған қамырымызды противенге салып қоямыз. Енді келесі қамырымызды дәл солай етіп ширатып аламыз. Осы ширатқан қамырымызды тағы да өреміз. Дайын болған қамырымызды противенге саламыз. Енді салынған қамырымыздың бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілуі қажет. Біздің қамырымыз жақсы көтерілді. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысын немесе жұмыртқаны жағып аламыз. Содан кейін бетіне мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен қуырылған кунжут септім. Біздің плетенка нанымыз пісті. Енді бетін сироппен жағып шығамыз. Міндетті түрде осылай сиропты жағып шығыңыз. Сол кезде сіздің наныңыз дәмді болып шығады. Нанымыз осындай әдемі болып көтеріліп піседі. Ортасы жұмсақ болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай әп-әдемі жұмсақ болып көтеріліп піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.